Алаш зиялысы Әлімхан Ермеков іргесін қалаған Абай атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжіне бүгін бір ғасыр толған. Елдегі ең көне оқу орны заман сұранысына сай мамандықтар бойынша шәкірттерді оқытып, білім нәрімен сусындатып келеді. Салтанатты шараға әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы қатысқан болатын. Кешегі мен бүгінгінің арасын жалғаған түлектер бір аудиторияда отыр. Бір іргесі 1922 жылы қаланған сол кездегі Семей уезіне қарасты Қарқаралы педагогикалық училищесінде білім алған болса, бүгінгілер қайта түлеп, Саран қаласына қоныс аударған оқу ордасында білім алып келеді. Ортақ еселіктер жетерлік. Заманауи дамып тұрған уақытта жас түлектер өте сапалы білім алып жатыр. Өзім оқыған колледждан, яғни менің екі немерем оқығаны маған өте бағалы деп айталам. Бұл колледж таңдаған себебім бұл жерде өте атақты ұлы ғалымдар оқыған. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша, яғни бізде барлығы жаңа технологияларды қолданамыз. Интерактивті тақта бізде барлығы жабдықталған. Халық табысын арттыруға қатысты мемлекеттік бағдарлама бар. Білім ошағы осы мақсатта да қарқынды жұмыс істейді. Мысалы, Саранда ашылған шина зауытына 400-ге жуық маманды дайындаған. Студенттер оқуын аяқтай салып, тұрақты жұмыспен қамтылады. Себебі колледж зауытпен меморандум жасасқан. Былтыр екі бірдей жаңа мамандық ашылыпты. В этом году 6 педагогикалық, 8 техникалық мамандық бойынша балалар білім алады. Біздің түлектер білім беру ісінде де, өндіріс саласының да барлық секторда жұмыс істей алады. Олардың тұрақты жұмыспен қамтылуында назарда ұстап отырамыз. Аталған колледждің 100 жылдығына арналған салтанатты шараға оқу іргесінен білім алған 400-ге жуық түлек келіп қатысты. Олардың ең үлкені осыдан 70 жыл бұрын білім алғандар. Атап өткен жөн, колледжді құруға бастамашы болған топтың ішінде Алаш зиялысы Әлімхан Ермековтің еңбек ерен. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар. Қарағанды облысы, Хабар.